Қазақстан теміржолы акционерлік қоғамы орталық аппараты және оның еншілес компаниялары Наурыз мейрамын Түркістан қаласында өткізді. Биыл Қазақ теміржолдарының 120 жылдығына орай мерекелік іс-шара қасиетті шаһарда тойланды. Оның өзіндік себебі де жоқ емес. 2024 жылы Түркістан облысы түркі мемлекеттерінің туристік астанасына айналған болатын. Осы орайда Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы осы бастаманы қолдай отырып, биылғы жылға Наурыз мерекесін Түркістан қаласында осы қасиетті жерімізде өткізгелі отырды жөн шештік. Барлық киіз үйлеріміз бен мерекелік іс-шараларымыз осы теміржолшылар ұжымдарының өздерінің күшімен және концерттік бағдарламаларымыз, сонымен қатар спорттық шараларымыз біздің қарапайым теміржолшыларының күшімен өткізіліп отыр. Ежелгі қаланың этноауыл аумағында теміржолшылар мерекелік безендірілген киіз үйлер орнатып, қала тұрғындарына дәмі тіл үйрер наурыз көже, палау және бауырсақ таратты. Компания қызметкерлері қазақ халқының салт дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын насихаттау мақсатында арнайы қойылымдар дайындады. Мерекелік тұжырымдамаға сай, бесік той, тұсаукесер, қыз ұзату және басқа да көріністер қонақтардың көңілінен шықты. Жылда Құдай жүр осылай тойлаймыз, жылдан қалмаймыз, әйтеуір өзіміздің ұлтымыздың мейрамы болғаннан кейін. Наурыз құтты болсын бәрімізге, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Құдай қаласа Наурыз жылдан жылға өрбей берсін, өсе берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бәріне бақыт дәулет сыйлаймын. Аз наурыздарымыз құтты болсын. Дендерің сау болсын, ғұмырларың ұзақ болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Аз наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын. Компания қызметкерлері қала тұрғындары мен қонақтары үшін асық ату, арқан тарту, қол күресі және басқа да дәстүрлі спорттық жарыстар ұйымдастырып, жақсы көңіл күй сыйлауға тырысты.